Ақсу қаласындағы көпсалалы Жаяумұса атындағы колледжде тәуелсіздік ұрпақтары атты форум челлендж өтті. Жергілікті жастар қауымы жас отан қатарына өтті. Мерекелік шара туралы Ақсу шаһарына барып келген тілшіміз жалғастырсын. Тәуелсіздік құрдастары белсенді студенттер Ақсу қаласының еңбек етіп жүрген жастары ел егемендігінің 30 жылдығы қарсаңында тәуелсіздік ұрпақтары атты республикалық шараға қатысты. Телекөпірге Павлодар, Нұр-Сұлтан, Алматы, Атырау, Маңғыстау және Қарағанды қалаларының барлық студенттері қосылды. Құрметті достар, сіздерді келе жатқан басты мемлекеттік мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Баршаңызға баянды бақыт тілеймін. Халқымыздың береке бірлік артып, мемлекетіміздің айбыны арта берсін. Тәуелсіздігіміз ғұмырлы болсын, мереке құтты болсын. Аталмыш форумның эстафетасы басқа аймақтарға табысталды. Біз бүгін эстафетамызды Нұр-Сұлтан қаласында ары қарай береміз. Бүгінгі күні осы атаған қалалар өзінің қала ішінде, жалпы колледж ішінде дәл осындай шараларды ұйымдастырып, ары қарай жалғастыра береді. Бүгін форумның басты кейіпкерлері жастар. Олар өз болашағы мен ел ертеңіне кәміл сеніп отыр. Бүгінгі мерекелік шарада олардың бірқатары жас отан қатарына қабылданды. Ақсу қаласының өкілдері. Бүгін өте қуаныштымын, осындай біздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай керемет республикалық форумға қатысып отырған. Дегенмен де республикалық челлендж форумы біздің өңірде бірінші рет өтіп жатыр, өте керемет. Қазақ елінің гүлденуі жас ұрпақтың қолында. Сондықтан достар, еліміздің өркендеуіне жан-жақты атсалысайық. Тәуелсіздік бұл әр адамның өзінің теңдігі. Біз тәуелсіз елде өмір сүреміз, яғни әркім өзінің тәуелсіздігімен мақтана алады. 30 жылда біздің елдің басты құндылығы бірлікте екенін дәлелдедік. Осы елдің дамуы, гүлденуі әр қазақстандықтың еңбегі. Құдайберген Бердімұрат, Самал Қалиқызы, Раиса Маргунова, Алексей Мехетов, ертіс ақпарат.